Сағыныш дейді. Диана. Келді. Құдайға шүкір. Дайынсыз ғой, иә? Дайынмын. Алдын ала шешіп алайық. Бірінші кездесуде сіз кәуапты ұнатпайсыз. Қандай жерге? Жоқ, енді атмосферасы жақсы, күшті жерге барсақ болды. Әңгімелесетін, танысатын ортаға, иә? Онда жаңа үміткер студияда келіңіз. Қош келдіңіз. Саламатсыз. Есіміңіз? Рахат болады. Рахат, жасыңыз? 18-де. 18-де қай жақтансыз? Алматы қаласы. Алматының өзінен. Оқу оқисыз ба, жұмыс? Жұмыс істеймін. Қай жерде? Семейный бизнес. Отбасылық кәсіп. Түсінікті. Неге Диана? Диананың эмоциональный несі ұнады. Эмоция көрсеткені. Эмоцияны ерекше көрсетеді, ол рас. Әдемі. Диана, Рахат, 18-де Алматы қаласынан. Жеке кәсіпкер емес, отбасылық кәсіпкер. Мен таңдап келгеніңізге рахмет. Енді Диана ханым, мен алдындары айтып жататын едім ғой, жасқа қараймын депші. Сол өзіңіз негізінде үйленуге нақты дайынсыз ба? Иә. Ата-аналарыңыз біледі ғой, маған келгеніңізді таңдау, иә? Біледі. Бос кезіңізде немен айналысасыз? Бос уақытта ма? Өзім хоббиім бар. Қандай? Хобби. Перекупщик десем де болады. Машина алып сатам. Ол күшті хобби екен, е? Табыс алып келетін. Күшті. Бұрынғы арақатынас болды ма сізде, не үшін тоқтады, және де үйленуге дейін бардыңыздар ма? Үйленуге дейін барды, оны өзіңе жеке айтып берсем. Болған дейді арақатынас. Негізінде егер де секрет болмаса, жасырын болмаса, айлық табысыңыз қанша? Ол жасырын болып қала сосын. Көлікті алып сатумен айналысады, отбасылық кәсіптері де бар. Алматы қаласынан. Негізінде мен ойлаймын, қазір жас болмаса, шымылдық ашылғаннан кейін сізге ұнауы тиіс. Дианада сұрақ жоқ екен, сол үшін көмекке Меруерт келеді. Рахат, қош келдіңіз. Сізге мына сұрақ болып тұр. Жаңа үйленгенге дейін арақатынас болды деп жатсыз ғой. Үйленіп ажырастыңыз ба, әлде үйленбеген? Все түсін. Тима, Рахатты танисыз ба, танымайсыз ба? Жоқ, танымаймын. Рахат, қош келдің. Анау перекуппен заниматься етіп жатырмын дейсің, қанша машина сатып ауыстырып үлгердің? 6 машина. Күшті. Күшті сұрақ болды. Рахат, қош келдің. Енді 18-демін деп айтып жатсың ғой. Жоғарғы оқу орнына түскенсің ба, әлде колледж бітіргенсің? Почтаны оқимын. Қандай мамандық? Инженер-технолог. Қайта сырттай ма, әлде іштей ме? Сырттай. Сырттай. Онда ол заочно, е? Иә, заочно. Түсінікті. Хадиша? Рахат, қош келдіңіз. Негізі біздің Диана қызымыз енді талапты енді кәдімгідей қойып тастағанда жалақысы 500 мыңнан жоғары болу керек деген. Сіздің жалақыңыз? Жасырын болып қала ма сонда? Иә, өзіне айтамын. Енді менің білуімше көлікті алып сататын адамдарда тұрақты бір табыс болмайды, ол көліктің келуіне байланысты, және көлікті сатқаннан көретін пайдаға байланысты. Жоқ, Диана ханым, негізі мынандай ғой, мен айта кетейін дегенім, маған негізінде особо қатты бір маңызды демеймін да оны. Ертең асырауға жетсе болды, тек қана мына жерде қазір тақырыптар болып жатыр ғой, еркек адам жұмыс істемейді дегендейші, соған қарсы айтқаным ғой, типа жұмыс істесін, ақша тапсын дегендей. Дұрыс. Мен Диананы да білем ғой, негізінде қатты бір материалдық жағдайға болмаса ақшаға құныққан қыз емес, олай ойлап қалмаңыз. Сұрақ бізде Ержігіт Ханзадада. Алдыңғы арақатынас жайлы айта кет. Ханзада бүгін кішкене кеш. Сағынышсыз өзіңіз қойыңызшы. Рахат, қош келдіңіз. Біздің Диана қызымызды қанша уақыт аралығында бақылап көріп келдіңіз? Бір 2 аптадай болып өтірік айтпасам. 2 аптадай. Түсінікті. Отбасыңызда қанша бауырсыздар? 4. Мен үлкенімін. Ең үлкенсі. Сізден кейін іні, қарындастарыңыз? 3 қарындасым бар. 3 қарындас. Жалғыз ұлы. Ата-енемен бірге тұратын болып тұр ғой. Обязательно. Алмат? Қош келдің, Рахат. Жалпы менің мынадай сұрағым бар да, Дианаға жалпы шынайы келдің бе, или
просто танысып немесе шынайы келдім. жоқ толық зерттеп келдің ба дегім келген ғой мен. Енді сырт келбеті ұнады. Сосын дальнейшем таныстықта көре жатамыз ол жағын. Неге Алмат ондай сұрақ? Жай өзіме қызық болды сол сұрағым келді сол үшін. Айза айтам дейді. Диана ханым, мен айта кетсем бола ма? Жаңа енді сәл кішкене мән бермей қалдым, кешірім өтінемін. Енді Алматтың ситуациясына келетін болсақ, енді Алмат бауырым кішкене өткендегі бір ситуациялардан кейін бір Диананың тарапына қарай әлде болса бір қалай деп айтсам, бір жақындау болмаса бір кішкене бір-бірлерімен жақын сөйлесіп, қайтадан бір жақындық бар сияқты негізі. Мен өйткені күні кеше эфирден қайтып бара жатқан кезде бір-біріне деген көзқарастарды былай кішкене байқадым да, білмеймін, енді мүмкін мен шатасып отқан шығармын. Соны Алматтан нақты сұрағым келіп отыр да. Сен өткенден Дианаға айттың ғой, мен саған ешқандай сезім жоқ дедің, бірақ дегенмен де сен жасырып қалған бір дүниең бар сияқты негізі. Жоқ, ержігіт, ол жерде ондай ешқандай жасырып қалған нәрсе жоқ негізінде. Бір ортада отқасын, араласқасын, барлық қызбен де солай араласам да мен. Артық ешқандай ештеңе болған жоқ. Болашақта келесі бір алдағы уақыттарда ешқандай ештеңе сезім білдіремін деген сияқты нәрсе болмайды деп ойлайсың ба сен де? Болмайды. Болмайды. Негізі ол ортада отқан кезде бұл Диананың өзі Алматтың аузынан суырып алғандай болып отты ғой. Негізі мен өзің үміттеніп қалғандай болып оттың. Алматтың айтқысы келген мүмкін сол шығар деп отырмын да. Диана, аяқтай салайыншы, пожалуйста. Жоқ, тоқташы, күте тұршы, олай не қылмай ақ қойыңдаршы. Алмат, сен де мойындайсың, например, да, мен қалай айтсам болады, мен сезімі бар, оны шығарып алатын ондай ештеңе жоқ. Просто өзі келіп, өз жанынан кетпей жүр, кім көрді алдын? Хадиша, сен де көрдің ғой, мен айттым. Көрдің ғой, ертең айтасың дедім осындай моментте. Енді дұрыс қой, сен қара, саған келіп жақындап сөйлесті, сен соны сезім деп ойлап қалдың. Сол нәрсені біз ара жігін ажыратып жатыр. Үміткер танысып жүргенде сен тағы да ұнатып қаласың ба дегендегі қойып отыр. Жоқ, онда бай айтайық, иә. Ертең кеше эфирден шықтық, иә. Сол кезде Алматтың өзімен жанынан кетпейді. Жүр, мен сені ана жаққа дейін шығарып тастайын деп. Даже қолымнан ұстаған кезде болды да, мен айттым. Алмат, мен жаныма жолама, өйткені ертең эфирде отқанда ол нәрсе маған басылады. Қарсы тиеді, иә. Сен не үшін жақындатып жүрсің, повод беріп жүрсің дейді. Сол үшін менен алыс жүруге тырыс деп өзіне де айтқан болатын. Диана ханым, ол жерде мынадай жағдай болған болатын. Диана екеуміз шықтық, сыртқа эфир өткеннен кейін сол кезде Диананың қасында мен болып қалдым. И оның телефоны өшіп қалған екен. Оны ағасы күтіп алып әкеліп тастап сөйтіп жүреді екен да. И маған айтқан болатын, сен телефонмен хабарласайықшы деп. И сол кезде телефон беріп жатқанда қолынан ұстаған, енді беріп жатқанда ұсталады ғой. Жоқ, ол жерде негізі алдымызда ер жігітте тұрды ғой. Қойшы, Алмат, сондайыңды қойшы, пожалуйста, ек сөйлеген. Алмат, Диана екеуінің аттарын айтылған сайын қипалақтай бермей, ұнатсаң ұнатамын деп айтсайшы. Мен не айтып отырмын, сен естіп отырсың. Сен шықты ма мен? Жоқ, сен өзің мың-мың кетіп, Диананың екеуінің атын аталса бітті болып, қипалақтап бит-бит кетіп жатсың ғой. Сен маған өйтіп ақыл айтпай ақ қойшы. Сен айтпай ақ қойшы, сол нәрсені ұнатамын деп айтса, ұнататын болсаң. Сима? Жай ма сіздікі? Диана мен Айзақ ешқайсысын жолатпайды екен деймін да. Жоламаңдар маған деп соған күлгім келіп отыр. Жоқ, соған осыны айта кетейінші, кеше мен айттым, ана жерде отырған уақытта Тимур айтып. Мен Тимурдың айтқанын сөзін мүлдем түсінген жоқ. Жоқ, кеше мынандай болды ғой. Бізде жарнамадан кейін барлығын түсініп аламыз. Қосайық жобасы жарнамадан оралдық. Ортада Диана және Рахат. Шымылдық әлі жабық. Диана? Мен Тимурға айта салайыншы, бағана не айтатын білмеген еке айтыма, кешеде сол темадан кейін барып, Тимурдың өзі маған келіп айтқан болатын, сен неге өйтіп эфирде айтасың, типа, білесің ба, Айзаның қандай екенін енді сендер бар кезде солай айтатын шығар, жолама деп, бірақ сендер жоқ болған кезде мен кеттік десем арқамнан еріп кете беретін қыз ғой деп айтқан. В смысле, Тима? Жыныма тиме? Мықты айттың, Диана. Жоқ, мықты емес, сен айтқаның Диана ханым. Кешеде Диана, Айза деген қыздар былай айтады ғой, мен жігіттерді жаныма жақындатпаймын деген сияқты, бірақ сыртта өздері повод беріп жүреді ше, понимаете? Оны қалай байқадыңыз? Байқадым, Диана ханым. Кешеде Айза мен Диана маған пікір айтты ғой. Диана айтты ғой, мен көрдім, Тимурға жаулама деп постоянно айтады деп, ондай нәрсе болмаған. Сол үшін мен қазір сөйтіп айтып жатырмын. Диана мені меңзеп отыр. Жоқ, кеше мынандай болды ғой, мен Тимурға ответ қайтардым ғой. Айзаның жанында всегда сен жүресің деп ше. Сол кезде реклама кезде Тимурдың жанына өзі келгенше, сен неге олай айтасың, мен Айзаның жанына жолап жүрген жоқпын ғой деп. Енді дұрыс қой, енді сөйтіп Тима, жыныма тиме. На то прошло кеше сен емессің ба? Айтсам ба, Диана ханым, кешірім сұраймын, бірақ осыдан бірнеше күн бұрын демалыс күндері Тима не айттың білесің ба? Қазір айтсам пожалеешь. Білесің ба? Диана ханым, былай болады. Не айтты демалыс күндерінде? Диана ханым, былай болады. Мен өз-өзіме отырам.
және де ол келеді да маған айтады, эфир сыртында менің Камила деген қызым бар, шақырып қойдым, бір аптаның ішінде келмесе, сен мен жұп боламын, сен дайынсың ба? Сұрақ қойған, сен ба, мен ба? Сен ба, мен ба? Диана ханым, және де мен түсінбей қалдым. Это был прикол. Камиланы шақырып қойған ба сонда? Диана ханым, иә, сосын мен... Это ложь и Камиламен таныстықты тоқтаттым деді ғой бізге. Жоқ, әлі де жүріп жүр, және де ол айтқан болатын, эфир сыртында жүріп жүрмін, бір аптаның ішінде келмесе... Диана ханым, менде бір видео бар, көрсетейінші, можно? Жоқ, көрсетпейсіз. Болмай ма көрсетейін? Болмайды. Көрсеткім келіп жатыр, ше сол видеоны. Жоқ, Камиламен арақатынасыңыздың... Не үшін сен олай айтасың? Ложь и провокация. Сен өзің артынан қалмайсың, Ложь и... Кім? Сен көзіне көп ала бермеш. На себя много не бери. На себя много не бери, говорю. Почему когда всегда я крайняя должна оставаться? Ты нормальный мужик или нет? Тебя кто-то крайний делает? Рахмет, Айза, Тимур. Тима, Айзаның айтып отырғаны рас па? Сіздің Рас емес, арақатынасыңыз Камиламен? Рас емес. Менде ешқандай арақатынас қазір жоқ. Бір апта шақырып қойдым деген. Мойында, шындығында мойында осы жерде барсың де арақатынас. И сен айтқан болатынсың, я с ней встречаюсь, и даже бірнеше қатысушылар естіген болатын, менің қызым бар деп айтқан сөздердің барлығын естіген болатын. Кім естіді? Онда өздеріңізден сұрайық тағы Айзадан бөлек, Тимадан осындай ақпаратты естіген жандар бар ма? Айжан? Диана ханым, естігенде маған ақпарат келген болатын Инстаграмға. Яғни... Енді Айжан подругасы, Айжан. Браво, ма? Жоқ, Татуш, сен шын нәрсеге шынайы көзбен қараш. Менде видеом бар, сол видеоны көрсетейік. Қазір видеоға жетеміз. Бірінші кезекте мына жақтағы таныстықтың шырқын бұзып жібердіңіздер. Диана, рахатты көресіз бе? Шымылдық ашыла ма? Көрейік. Ашылсын. Жанымды тербеші, need you baby, қасымнан кетпеші, I love you baby, сөзіме тек сенші. I love you baby, бағымсың берілген, I need you baby, болшы тек менімен, I love you baby, let me love you baby. Негізі бұлай болды, Диана, тұрыңызшы, шымылдық ашылды. Қалайсың? Осылай болды да, негізі екеуі де бір-біріне тіпті қарамады да, қызығушылық жоқ. Неге, Рахат, Диана? Жоқ, менде бірінші эфирға шығып тұрғаннан кейін шамалы қобалжып тұрмын. Онда Диана, сіз неге үміткеріңізді дұрыс қарсы алмадыңыз? Жақсы қарсы алдым ғой. Жоқ, сіз тіпті үміткерге былай қарамай, бірден қол алысыңыз да бұрылып. Жоқ, түріне қарап, мен қолын алдым, өзі бұрылып отырған екен, мен де отырдым. Қарап тұрмаймын ғой. Жарайды. Тимур, ал енді видеоға оралайық. Не видео? Сол видеода бәрі көрініп тұрды. Кім-кімге жабысатынын ше қазір андай пәк қыз болып отыр ғой. Мен білмеймін, надо будет за это видео показать. Тима, жыныма тиме, мен барлығын аша саламын, уже түсін ба? Жыныма тиме, мен барлығын бәрібір уже. Тима, Айза, рахмет, микрофонды бере салыңыз. Сонда қараңыз, сіздің Айзаға демалыс күндерінде айтқан ақпараттарыңыз жалған болып шығатты. Сіз әдейі видеоға бір дүниені түсіріп аласыз ба сонда? Неге біз тек қана сіздің тарапқа сену керекпіз? Диана ханым, ондай сөздер айтылмаған. Білмеймін, Айза актриса ежі выдумает. Өзіне көп алып жүр, шек соңғы көздері. Айза, өтініш. Бога, сен айтпақ қош, Шерема? Ты же там по гадалкам ходишь, порчи наводишь на людей. Мә, саған. Тағы да бір жаңа ақпарат. Адамдарды дуалайды екенсіз дейді. Бақсы балгерлерге барып. Диана ханым, кеше мен жылап қалған болатын, естеріңізде болса, ол қалай басталды? Мен аварияға түскен болатын, осыдан 3 апта бұрын аварияға түстім, ол авария өте қатты болды. Мен сондай прикол салатырым саған ше. Ты какой человек, такие приколы. Кімге баратынды жарайды, бізге қажет емес. Камиламен таныстық тоқтады ма, жоқ па? Диана ханым давным-давно тоқтап қойған. Онда неге бүгін Айза демалыс күндерінде мен естідім деп ақпаратты ортаға шығарып отыр? Әдейі мені шығарғысы келіп жатқан шығар, Диана ханым, мен білмеймін.
ол қыздың ойында не бар екенін ше. Сен қашан айтқан сөзіңе жауап беретін үйренесің, Айша? Сен айтасың ба, жауап берші сөздеріне. Айза, отырыңыз. Айжан, сізге қандай ақпарат келді? Менде сөз қалып еді ғой, айта салайын деп едім. Маған сол Камила ма, сары шашты қызбен. Сары шашты қыз, иә. Сол қыз екеуі машинамен кетіп бара жатқан видеосы келген болатын. Оны Кімнен келді? Оқырман жіберді. Сіздер де отырған Мен машинамен кетіп бара жатырмын, мен жанымда камера кетіп бара жатыр ғой, мен сөзге түсіріп. Тимур, мен айтып алайыншы. Солай болды ғой. Жоқ, маған айтты. Менің личный мобилографтарым түсіріп жатыр да, сендерге жібереді сосын. Негізі Тима осы ситуациядан шығудың бір жолын қарастырып жатқан сияқты, әдейі күлкіге, мазаққа айналдырып. Егер ол видео сізде бар болса, өтініш редакцияға жіберсеңіз. Диана ханым, ол қыз сторис түсірген екен, өзінің парақшасында. Камила сторис түсірді. Қымбатты көрермен, ертең 14:30-да Қосылайық жобасында Тима бізді алдап жүр ме, таныстығы тоқтады ма, жоқ па, бірге білеміз.